Балалар, бүгін сабағымыз 65-ші сабақ, 90-ның басталуымен сіздерді құттықтап қояйын. Өнер туралы не білеміз дейді. Сөз таптары. Бірінші ату тақырыбымды оқы, мәтін мазмұн болуынша мәтінді тыңда дейді. Өнер адам баласының жасампаздығын білдіреді. Жасау, құру, өндіру деген мағынадан туындайды. Оның мақсаты адам өмірін, қоршаған ортаны көркемдік тұрғыдан игеру. Өнердің сөз өнері, музыка, мүсін, кескіндеме, би, театр, сәулет өнері дейтін түрлері бар дейді. Мәтін не туралы? Мәтін өнер туралы екен, иә? Өнер және оның мақсаты туралы дейді. Өнердің мақсаты сен қалай түсінесің? Өнердің мақсатын сен қалай түсінесің? Сұрақ бойынша бір-бірімен ой бөліседі. Өнердің мақсаты дегеніміз адам, мысалы бір алдына мақсат қойсам, мен өскенде биші болам, немесе боксшы болам деп мақсат қойып, соған қарай талпынса, еңбек етсе, сол мақсатына жетеді деген сөз екен, иә? Екінші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті сөз табын қойып, мәтінді оқы. Сөздер сөз таптарының қалай топтастырылғанын ойлап көр дейді. Сенің жан-жағынан заттар қоршап тұр. Сол заттардың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді, мына жерде етістік болады, сөздердің етістік. Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік деп аталады екен, иә? Етістік деп жазасыздар мына жерге. Заттар әр алуан белгілері, түрі, түсі, сапасы, саны, мұндай белгілерді сын есім дейді екен, иә? Және сан есім арқылы айтылады дейді. Міне өстіп, мына жерге зат есім деп қояды екенсіздер, мына жерге етістік, мына жерге сын есім, мына жерге сан есім деп қояды екенбіз. Қарамен жатқан сөздер арқылы мәтіннің мәнін түсінуге бола ма? Олар осы мәтін тірек сөздер болып тұрған дәлелде дейді. Әрине бір жерде тірек сөздер болып тұр екен, иә? Өйткені бола алады екен тірек сөздер. Мақалды жатқа көркем жаз дейді. Ақыл көпке жеткізеді, өнер көпке жеткізеді дейді. Не? Ақыл, иә? Бұл жерде ақыл деген зат есім, көпке сан есім болып тұр, жеткізеді етістік болып тұр екен, иә? Өнер көкке жеткізеді. Өнер қайда жеткізеді? Көкке жеткізеді, бізде етістік екен. Міне, осылай сөз таптарына жататын анықтайды екенбіз. Ақыл деген зат есім, көпке деген сан есім, етістік жеткізеді. Етістік екен. Бізде ары қарай әр сөз тап туралы білетінді айт деді. Зат есім нені білдіреді? Қандай сұрақтарға жауап береді дейді. Зат есім заттың атын білдіреді, иә? Кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді екен. Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап береді екен. Сын есім түрін, түсін, сапасын білдіреді екен. Ол қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді екен. Сан есім заттың санын білдіріп, қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді екен. Сан есім болса бізде заттың санын білдіріп, қанша, неше, нешінші сұрақтарға жауап береді екен. Мына кестені пайдалан сөздердің сөз таптарына талда дейді. Оны қараңыздар. Өнер көркем эстетикалық игеру сомдайды дейді. Қараңыздар, былай қарап тұрсақ, өнер дегеніміз не? Өнер, зат есім екен. Көркем сын есім қандай деген сұраққа жауап берген. Эстетикалық дегеніміз қандай? Эстетикалық сын есім екен. Игеру не істеді? Игерді, не істеді? Сомдайды, бұның бәрі етістік екен екеу, иә? Оны өстіп талдап шығады екенбіз. Бұл зат есім, етістік, сын есім, сан есім өйткені дейді. Ол заттың атын, қимылын, іс-әрекетін, сынын, санын білдіреді дейді. Кім не істеді, не қылды, қайтты, қандай, неше сұрақтарына жауап береді екен.
балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі келген сау болыңыздар, каналымды тіркелуді ұмытпаңыздар.